Hello students, how are you? Сәлеметсіздер ме оқушылар, қалдарың қалай? Бүгін біз сіздермен 3-ші сыныпқа арналған People's Book кітабының 121 бетіндегі тапсырмаларды орындайтын боламыз. Checkpoint 8. Exercise number 1. Look, read and number. Қара, оқы және де нөмірле. Тапсырма бойынша бізге суреттер берілген. Сол суреттің астында біз сөздер берілген. Сол сөздер қай суретке сәйкес келеді, екеуін сәйкестендіріп нөмірлеуіміз қажет. 0-ші сурет She is flying a kite. Ол батпырау ұшырып жатыр. Батпырау ұшырып жатқан сурет бізде A суретінде көрсетілген, соған 0 деген цифраны жазамыз. Бірінші сөйлем She is tidying her room. Ол бөлмесін жинап жатыр. Қай суретте бөлмесін жинап жатқан қызды көреміз? Ол бізде F суретінде. Екінші сөйлем He is watching TV. Ол теледидар көріп отыр. Теледидар көріп отырған бала бізде D суретінде. Ол жерге 2 деген санды жазамыз. Үшінші сөйлем She is picking flowers. Ол гүлдер теріп жатыр. Қай суретте гүл теріп отырған қызды көреміз? Бұл бізде C суреті. Төртінші сөйлем He is eating an ice cream. Ол балмұздақ жеп отыр. Қай суретте балмұздақ жеп отырған баланы көреміз? Бұл И суретінде. Бесінші сөйлем He is fishing. Ол балық аулап отыр. Ол бізде B суретінде көрсетілген. B суретіне 5 деген санды жазамыз. Exercise number 2. Answer the questions. Сұрақтарға жауап беріңіз. Бірінші сұрақ What do you like doing in your free time? Бос уақытыңызда немен айналысқанды ұнатасыз? I like watching TV in my free time. Мен бос уақытымда теледидар көргенді ұнатамын. Кітап оқимын, сурет саламын, жүзуге барамын, батпырау ұшырамын деп кез келген жазсаңыздар болады. Reading a book, flying a kite, swimming. Екінші сұрақ Where did you go last Saturday? Өткен сенбіде қайда бардыңыз? Жауап береміз. I went to the park last Saturday. Өткен сенбіде мен паркке бардым. Үшінші сұрақ What's your favorite season? Сіздің сүйікті мезгіліңіз қандай? Жауап береміз. My favorite season is summer. Менің сүйікті мезгілім жаз. Төртінші сұрақ What's there in your neighborhood? Сіздің ауданыңызда не нәрселер бар дейді? There are hospital, shop, park and sport center in our neighborhood. Біздің ауданда аурухана, дүкен, саябақ және спорт орталығы бар. Бесінші сұрақ What's your favorite number? Сенің сүйікті саның қандай дейді? Жауап береміз. My favorite number is 7. Менің сүйікті саным 7. Exercise number 3. Үшінші тапсырма Look, read and write one word answers. Қара, оқы және бір сөзден тұратын жауаптарды жаз дейді. Бізде сурет берілген, сол суретке қарап және де тұрған сұрақтарға бір сөзбен жауап беруіміз қажет. Мысалы, 0 деген сөйлемді оқимыз. Where are the children? Балалар қай жақта? At the park. Саябақта. What's the weather like? Ауа райы қандай? Ыстық және күнді. Екінші сұрақ What's the boy doing? Суретте тұрған бала не істеп жатыр? Соны жазамыз. Бала велосипед айдап жүр. Riding a bike. Үшінші сұрақ What's the girl doing? Қыз не істеп жүр? Суретті қараймыз. Қыз батпырау ұшырып жүр. Үшінші сұрақтың жауабында бізде flying деп жазылған. Енді біз оған kite деп жазамыз. Flying a kite. Батпырау ұшырып жүр. Төртінші сұрақ What's mom doing? Анасы не істеп жатыр дейді. Енді суретке қараймыз. Анасы не істеп жатыр? Суретте анасы ұйықтап жатыр. Жауабын жазамыз. She's sleeping. Бесінші сұрақ What's the dog doing? Ит не істеп жатыр? Суретке қараймыз. Ит не істеп жүр суретте? Суретте ит жүгіріп жүр. Енді жауабын жазамыз. Жауабы Dog is running. Енді біз барлық тапсырманы орындадық. Барлық тапсырмаларды жазып алсаңыздар болады. Егер менің каналымдағы видеолар сіздерге қызықты және пайдалы болатын болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып және де комментарий жазуды ұмытпаңыздар.